Сәлеметсіздер ме, менің YouTube көрермендерім. Бүгін мен сіздермен жатыр мойын эрозиясы туралы айтып беремін. Айтып беруден де қоймай, ары мен сіздерге емдеу жолыны көрсетіп беремін. Табиғи ем жолдарымен емдейміз. Қараңыздар, бірінші очередте мен сіздерге айтып өтейін. Эрозия жатыр мойынның үстіндегі шырышты қабатының зақымдануы немесе өзгеруі. Ол жараға ұқсап көрінгенмен көбінесе ауырмайды. Біз білмейміз де, ешқандай да білдіртпейді ол жара. Кейде бұл жағдайда шын жара емес негізі. Жай ғана эпителийдің өзгеруі болады. Белгілер, көбінесе көп әйелде белгілері болмайды. Көбінесе белгілері болғанда выделение келеді. Выделение келген кезде кәдімгі иісі бір түрлері, иісінің түрі басқаша болады. Мысалға уксустың иісі болады кейбіреулерімізде, ал кейбіреулерімізде кәдімгі шіріңкі балық бар ғой, сол сияқты болады. Ал бір кейбіреулерінде егер майда тиын сияқты болатын болса, мен сіздерге қазір айтып өтейінші, барлығын түсіндіріп өтейін. Мысалға кейбір шырышты бөліктерде, шырышты бөлік дегеніміз бұл, жаңағы айтып отырғаным выделение. Выделениенің кейбір жағдайда иістері болады, кейбір кезде иісі болмайды. Түсі ақшыл немесе мөлдір болуы мүмкін. Ал иісі пайда болса, бұл көбінесе бактериялық вагиноз болып есептеледі. Көбінесе қараңыздар, балыққа ұқсас иіс сүр немесе ақшыл сұйық бөліністе болады. Ал кандидоз, молочница, ашытқан кәдімгі айранның ашып кеткен иісі болады ғой, тура сол сияқты болады. Қою ақ сүзбе тәрізді бөлінеді ол кезде. Сосын көбінесе жыныстық жолмен берілетін инфекциялар, сары, жасыл, жағымсыз иісте бөліністер болады ғой. Тура сондай жағдайларда уже эрозияның көлемі өзгереді, үстіне қатты ырың бөлініп жатқан кезі болады сол кезде. Енді сіздерге қараңыз, уже қабыну процесінде уже сасық иіс, іштің төменгі жағы ауруы, белдің ауруы, кәдімгі көкірегімізде қатты ауру пайда болады. Көкіректің ұшына дейін кәдімгі ауру, дызылдап ауырады, тура сол сияқты өзгерістер болады. Егер дәл сондай иістер болатын болса, обязательно анализ тапсыруымыз керек. Анализ тапсырып, болған соң соны жауабына қарай емдеуіміз керек. Егер жоқ, мен өйтіп емделмеймін, қаралмаймын десеңіздер, үй жағдайында, әрине үй жағдайында мен сіздерге қазір көрсетіп өтемін. Тура сол немен істесеңіздер, өте бір керемет жағдай болады. Ары выделениенің иісі кетеді, ары эрозиямыз кішірейеді. Мен ол 10 теңгелік болатын болса, обязательно мен айтып атқан емдер өте керемет жағдайын көрсетеді. Көбінесе мен өзіме осындай сұрақтар келеді да, эрозияны қалай білсек болады? Не үшін пайда болады эрозия депші? Көбінесе инфекция, қабыну, кандидоз, хламидоз, тағы басқа инфекциялар арқылы болады. Гормон бұзылса сондай болады. Ерте жыныстық өмір, туу, төсік тастау, жыныстық жарақат, иммунитеттің әлсіреуі, сондай жағдайларда уже эрозия пайда болады. Қалай анықтаймыз эрозияны? Эрозияны мысалға айнамен қарасаңыздар да болады. Кәдімгіше тура жатыр мойында болады ғой олар, айнадан қарап. Мысалға біздерде айнадан қарағанда сіздер ойлап атқан шығарсыздар, айнаға бүйтіп талтайып қарасақ, ол эрозия көрінеді деп. Жоқ. Зеркало, мысалға зеркало өзіміздің гинекологиялық тілде зеркало деп айтылады. Сол зеркаланы енді айна деп отырғаным ғой, енді әзіл жағымен. Жатыр мойынны қарап колпоскопия арқылы да білсек болады. Сосын әртүрлі жағынды мазоктар арқылы білсек болады. Сосын қажет болса ПЦР анализдерін обязательно тапсыру керек.
сол анализдермен өзіміз анықтаймыз. Жаңағы айтқанымдай, егер уже кәдімгідей не болатын болса, кәдімгі уже 4-ші процесске өтіп жатқан болса, қуықпен, бүйрекпен, кәдімгі осы айнала болып ауру болады. Оны біздер қалай емдейміз? Дәрімен емдеу болады. Дәрілермен болғанда, мысалы қараңыздар, антибиотиктармен, әртүрлі антибиотиктарды ішу арқылы да болады. Сосын бұны илажы барынша вагинальный жуып, грушевать етіп, тазалап, принцовка қылып, сосын тампон қойып, тура сол жолмен тазалау керек. Ол антибиотик былайына оны тап-таза қылып жібермейді. Просто антибиотик не істейді? Антибиотиктің өзі тек қана мына ауруларды басады. Басқан соң ол анау выделенияларды жаймен тоқтатады, бірақ эрозия сол күйінше тұрады. Соның үшін біздерге обязательно тампон қою керек. Тампон қойсаңыз өте керемет ем болады. Мысалы, әртүрлі шамдар болады, иә? Ол шамдар дегеніміз не? Свеча да кәдімгі, мен просто қазақшада, орысшада араластырып айтып отырмын сізге. Бетадин, тержинан, депантол, осы үш нені айттым ғой мен, свечаны, ең ішінде ең мен жақсы көретін свеча бұл бетадин болып есептеледі. Бетадин керемет бір эрозияға өте керемет пайдасын көрсетеді. Қынаптың микрофлорасын қалыпқа келтіреді. Кейінгі кезеңіміз, бізге екінші кезеңімізді мен бірінші кезеңде айттым ғой сіздерге, свеча деп, иә, свечаларды айтып өттім. Кейінгісінде күйдіру дейді. Эрозияны күйдірсек жазыла ма дейді. Мысалғашы, эрозияны күйдірсеңіз бәрібір осложнение қалады. Эрозия полностью күйдіру үшін полный ойып алып тастау керек. Бізде өйтіп ойып алып тастасақ, шырышты қабаттарға кәдімгі, біздер анау жатыр мойны деп атымыз ғой, жатыр мойны маткаға ол әсер етуі мүмкін. Ойып ала алмаймыз ешқашанда. Кәдімге мысалы қараңыз, мен саусақты көрсетіп тұрмын. Тура осы мысалға күйдірген кезде тура осындай не болады. Тура осылай бүйтіп тигізіп, ол да кәдімгі иіс шығады. Ол күйдірген адам оны біледі, оны қалай күйдіріледі, қалай не қылады. Ол кәдімгі ойып алмайды бұлай. Тек қана бетін күйдіріп береді, болды. Бәрібір осложнение қалады. Илажы барынша тампонмен емдесеңіз өте керемет жағдай болады. Мысалға мен жаңағы айтқанымдай, бетадин свеча бізге керек болады, бетадин свеча керек болады. Сосын бізге аспирин керек болады. Аспирин өте керемет жағдай, қараңыздар, иә? Аспирин нелерін айтып беремін сіздерге. Аспирин керек болады. Сосын біздерге стрептоцит керек болады. Сосын левомикол мас керек болады. Бірінші кәдімгідей грушамен спинцировка жасап алу керек. Обязательно. Енді мен сіздерге тура осы несіні көрсетіп өтемін. Мына қараңыздар, иә? Біздерге мен жаңағы айтқандай бетадин свеча дедім. Бетадин свеча тура осындай болады. Іші қаралау свет болады. Бұл бетадин свечада кәдімгі йод бар ішінде. Йод болғаннан кейін, бұл эрозияға неге қойғаннан кейін, бұл не істейді? Кәдімгідей құрғатады. Бұл шырышты қабат дедік қой, кәдімгі ырың сияқты деп, иә? Тура соны құрғатады. Бетадин свечаның жұмысы сол. Сосын бізде левомикол. Левомикол обязательно. Левомикол свеча обязательно бізге керек болады. Ең бір керемет мазда бұл. Левомикол свеча деп бұл. Левомикол маз. Ең керемет маз. Сол бол да тура сондай нені құрғатады. Кәдімгі инфекцияларды алып түседі. Сосын бізге мақта керек болады тампонға. Сирени болу керек. Бізге бинт. Сосын стрептоцит таблетка дедік, а? Стрептоцит таблетка. Аспирин таблетка дедік. Бізге спинцировка істеу үшін
груша керек болады. Сосын грушамен үй жағдайында айтып отырмын мен сіздерге. Грушамен жақсылап жуып аласыздар. Жақсылап жуып алыңыздар грушамен. Грушаға не істейміз? Қалай жуамыз? Қалай істейміз? Ромашка суымен жусаңыздар да болады. Кәдімгідей үйде егер жоқ ромашка, егер мен сіздерге қазір үй жағдайында айтып отырмын, иә? Жоқ, бізге үй жағдайында деп айтатын болсаңыздар егер, ол үшін бізге кәдімгі 1 литр суға, 1 литр суымызға 1 қасық чайный сода, 1 қасық чайный сода, ас содасы дейді, 1 қасық чайный соданы қосамыз, жақсылап қозғаймыз. Қозғап сол грушаға тартып алғанымыздан кейін жақсылап жатыр мойнын жуып аламыз. Білесіздер, қалай жууды? Мен сіздерге былайынша мен кушеткадан көрсете салайын десем, клиентіміз оған көнбейді. Қалай көрсетуге, қалай не қылуға. Мен сіздерге соның үшін не істетуге болады? Эрозияны дәл осы свечамен, дәл осы мазбен, тура осы аспирин, мен айтқан жағдайда стрептоцитті қолдансаңыздар, өте бір керемет жағдай болады. Ешқандай да эрозиядан әсерде қалмайды. Біріншіден бүйтіп ашасыздар, мысалға бинт аласыздар да, тура осылай. Қолмен бәрі үй жағдайында мен сіздерге көрсетіп отырмын. Міне, тура осылай аласыздар. Міне. Мақтаны да кәдімгі. Тура осылай қылып шариктеп аламыз. Қараңыз, иә? Тура осылай шариктеп алып, міне, мен қалай істеп жатырмын? Міне, үстіне қойып жатырмын, шариктеп аламыз. Тура осылай, міне. Саусағымызды бері қарай аламыз. Мына жағыны үзбейсіздер, ешқандай мына майда жіптарын болса, алып тастайсыздар кәдімгідей. Қараңыздар, тура осылай. Сосын бірінші болып, мына свечаны, специровка бірінші бұршалап етіп алғаннан кейін, бір свечамызды аламыз кәдімгідей. Свечамызды алып, кәдімгідей ашып, бірінші соны салып жібереміз. Сосын артынша жаңағы тампонды тура осылай қыламыз, тура осылай дайындаймыз. Үстіне жаңағы мынау левомиколды, тура осы левомиколды ашамыз да, кәдімгідей левомиколды ашып, кәдімгі жағамыз. Тура сол жаққанымыздың үстіне аспириннен 1 юн аламыз да, майдалаймыз. Кәдім майдалаймыз. Аспирин не істейді? Аспирин кәдімгідей, мысалы эрозияшы қан қоюланғаннан да келеді, қан қоюланғаннан да пайда болады. Бұл іштегі жатыр мойындағы қандарды сұйылтады. Мысалға, кейбіреулерде мен кей жағдайларда, мен өзімнің басынан өткен жағдайды айтайыншы, егер менің етек кірім уже неғып кешігіп жатыр деп, уже ауырсына выделение келеді да, бірақ әлі етек кір жоқ. Сондай жағдайда мен не істеймін? Тура осындай левомиколмен істеймін да, сосын аспиринді аламын, кәдімгі ацетиловый кислотаны аламын да, тура соны алып, біреуін алып, езіп, тура соның жаққан, жаңағы левомиколдың несінде қалған нені майдалған кейін жағамызда, тура солай қылып қоямын. 2 күннің ішінде уже етек кірім кеп тұрады. Бұл просто қан сұйылтады. Білесіздер, етек кір кәдімгі қойы болып келеді. Уже қойы болғаннан кейін бері қарайды келе алмайды ол. Уже жол жоқ, уже фолликула неғмайды, гормональный нарушение болғаннан кейін етек кір уже не бастайды да, қан қою болғаннан кейін. Соның есебіне келмей қалады. Содан кейін дәл осыны пайдаланамыз. Жаңағы мен сіздерді тура эрозияны неғылғанда, тура қараңыздар, осы нені аспирин таблеткасын майдалап езіп осыған саламыз. Сосын бізге оның үстіне каша болып кетпейді, ешқандай да каша болмайды. Әр біреуінің жұмысы әр түрлі. Түсінмәтсіздер ғой? Стрептоцит не істейді? Стрептоцит әр түрлі инфекцияларды жояды. Құрғатып, іштегі қызарып кеткен кішкентай, мысалға жатыр мойында папилломалар болады ғой, білесіздер ма? Папиллома, әр түрлі папилломалар. Охо, ішіңе неге женский неге көрінуге барсаңыз, ашып көрсе, зеркаламен ашып көріп жатқан кезде, мысалға, ішінде осындай угри сияқты нелер бар екен, мысалға, не ол? Папилломалар не?
не ол деп сұрайды ғой, сондай мысалға угриға ұқсаған нелер жатыр мойында болады. Даже жатыр мойнына кірместен тұрыпшы, мысал қылып айтайыншы, даже мынау не жағымызда, түсініп отырсыздар ғой, сетін жағымыздың өзінде ашу, қышу болады. Соның есебінен не болады? Дәу үгірі сияқты жаралар шығады. Тура соларды жояды. Олар не үшін шығады? Олар іштен келіп отыр да, іштен шығып отыр. Тура соларды жояды. Кәдімгідей, қараңыздар, тағы да түсіндіріп өтемін. Бірінші очередте груша мен сфинктировка жасап аласыздар. Екіншіден свечамыз салып аламыз. Екіншіден саламыз. Содан соң мынаны уже бірінші дайындап қою керек қой. Тампонды, мысалға, мен қараңыз, тампонды жаңа көрсеттім. Тура осының үстіне левомиколды жағамыз. Оның үстіне мені аспиринді майдалаймыз. Майдалап шашамыз. Сосын стрептоцитті майдалап шашамыз. Майдалап шашқаннан кейін бұның үстіне біз тура осыны мынандай қылып дайындаламыз. Жағдайын осыны істеп көріңіздер. Керемет жағдай болады, енді айта алмаймынша. Мен осыны неше түрлі клиенттеріме жасадым. Барлығы рахметтерін айтып отыр. Сосын көтермей жүрген келіншектерде өте бір керемет жағдай болады. Даже фолликуланың жұмысын да реттейді. Аспирин, стрептоцит дегендерші. Тура осыны қараңыздар, үстінде левомикол, тампонның үстінде левомикол, левомиколдың үстінде аспирин, аспириннің үстінде стрептоцит. Тура осылай аламыз да. Хоппала деп жауамыз да. Қараңыздар. Бұлай. Тура осылай қыламыз да. Байлаймыз. Қараңыздар. Қалай болды мұны? Тура осылай болды. Мысалға, осылай қыламыз да. Бұны тура сол бетаденнің артынан хоп етіп жібереміз. Ал сонымен осыны бір апта тоқтатпай жасаңыздаршы. Тоқтатпай жасасаңыздар, результат деген бомба болайын деп тұр ғой. Рахмет дейсіздер. Тоқтамай, ойбай, мұны тағы не салды екен YouTube каналға не салып жатыр деп айтып отырасыздар. Тура осыны мен айтқан заттарды істесеңіздер керемет жағдай болады.